Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылым түсіңізде байып кетсеңіз, нені білдіретіндігі жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде кенеттен байып кеткеніңізді көрсеңіз, сіздің өміріңізде үлкен бір өзгерістің болатындығын білдіруі мүмкін. Сондай-ақ бұл түс сіздің жақсы амалдарыңыз арқылы жаратқан Аллаға жақын екендігіңізді білдіреді. Ал түс жорушы Ибн Шахин болса, егер адам түсінде байлық көрсе, қаржылай қиындыққа тап болады деген екен. Егер түсіңізде бай болып, сол байлығыңызға мақтанып жүрсеңіз, Алладан алыстап екі жүзді болып жүргендігіңізді білдіруі мүмкін. Сол үшін де барша харамнан сақтанып, Алладан кешірім сұрағаныңыз абзал. Ал түсіңізде көп ақша көрсеңіз, жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Ибн Сирин болса былай деген екен: егер адам түсінде байлыққа кенелгені көрсе, ол адамның бір істе дұрыс шешім қабылдағандығын білдіреді, және де сол шешімі оның өмірін жақсылыққа өзгертіп, бақытты болатындығын білдіреді деген. Кедей адам түсінде өзінің байып кеткендігін көрсе, ол өзінің барлық қарыздарынан құтылатындығын білдіреді, және оны қуантатын жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ түс жорушы ғалымдар, егер адам баласы түсінде байығандығын көрсе, отбасына көңіл бөлсін деген, себебі отбасы ең басты байлықтың бірі деген екен. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыз.